Негізі алаша тоқу барлығы, осы бұйымның барлығы жүннен басталады. Жүнді осылай қылып иіреміз, оны сұрыптап дайындап аламыз, қандай жүннен иіретінімізді, қай жіп керек екенін. Оны түрлі түсті бояуларға салып аламыз. Біз енді көбіне біздің неде жарқындау светтер жақсы көреміз. Қанық қызыл, қанық жасыл. Көйлмекті тоқу үшін ол қатты шеберлік керек. Өйткені оның әрбір жібің, әрбір мүйізің қисаймау керек ешқандайда. Жіпті санап отырасың ішіңнен барлығында. Бұл енді біздің әуелден келатқан ата кәсібіміз, аналарымыздан үйренген, соны күні бүгінге шейін алып келе жатырмыз.